Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге пияз қабығының адам ағзасына пайдасы жайлы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдауыңызды білдіріңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Пияз қабығының қайнатпасы халық медицинасында көптеген ауруға қарсы қолданады. Өйткені оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер көп. Сондықтан да әртүрлі ауруға қарсы белсенді күреседі. Пияз қабығы дәрумендерге бай, калий, магний, темір, мырыш секілді. Сонымен қатар құрамында каротин, кверцетин сынды заттардың арқасында вирустық инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Тамағыңыз ауырса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайыңыз. Тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 2-3 минут ыстық бумен дем алыңыз. Қатты жөтелсеңіз, 2 стакан суға 2 ас қасық пияз қабығын салыңыз. 15 минут қайнатыңыз. Және де міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішер алдында жарты сағат бұрын стаканның 1/4 бөлігін ішіңіз. Бүйрегіңіз бен қуық қалбыршағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стакан қайнаған суды құйыңыз. 30 минутқа қалдырыңыз. Қуығыңыз қатты қабынып ауырса, күніне 2 рет 2 ас қасықтан 3-5 рет ішіңіз. Ал үнемі ауырса, онда күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн бойы үзбей тұтыныңыз. Тамыр аурулары мазаңызды алса, 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын 100 мл қайнаған суға құйып, 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшы ішіңіз. Пияз мына ауруларға пайдасы зор. Терінің сұлулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамырларының алдын алады. Еркекті қуатты артады, иммунитетті нығайтады, рак ауруларымен күреседі. Ағзадағы шлактан тазартады. Аяқ ауруын емдейді, шаршағанды басады, қуаттандырады, ағзадағы құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазан жұмыстарын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалыпқа келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын жақсартады, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы немесе қызықты болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым, қош сау болыңыздар.